Ұшқан бақ екінші бөлім. Содан бері өмірімнің мәні жоғалғандай еді. Тек ұлым үшін ғана өмір сүретіндей едім. Тіршілік етіп, осы баламды ел қатарлы өсірсем дейтінмін. Үмітім өшіп, тағдырыма мойынсұнып, күйеуімнен күдерімді үзе бастағанымда бір күні базарда кездейсоқ серікті көріп қалдым. Екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы жолығып қалдық. Жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кетердей, аяқ-қолым дірілдеп, қатты толқып кеттім. Ол да мені көре салып, кілт тоқтап қалды. Сөйтіп, артқа шегінуге қысылды ма, жаныма келіп амандасты. Мен де ішкі күйімді білдірмейін деп, ернімді жыбырлатып қана саулық сұрасқандай болдым. Бір байқағаным, күйеуім жүзі ажарланып, толысып, бұрынғысынан да сымбатты болып көрінді. Алғаш сұрағаны ұлымыздың жағдайы еді. Сосын, Жансая, мен ұлымды тастаған жоқпын. Оны бір сәтте есімнен шығарған жоқпын. Тіпті күн ара сыртынан бақылап қарап жүремін. Әрине мұны сендер білмейсіңдер. Ұлым кейін ес білгенде мені сұрар сөзсіз. Сол кезде мен жайлы жаман сөз айтпағаныңды қалаймын. Өйткені барлығына өзің кінәлісің. Шешең мен әпкеңнің сөзіне еріп, қайтып келмей қойдың. Осыны да түсіндіріп айтарсың. Ал қазірше баламның бағына аман бол. Дегенмен оны дүниеге әкелген анасысың. Ал мен бүгін үйленгелі жатырмын дегенінде біреу төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Сасқанымнан кімге деп сұраппын. Сөйтіп едім, ол маған таңдана қарады да, өзімнің адамымды таптым. Барлық жағынан ұнатып, сүйген, жақсы бір жанға деді де, қош болып тұр. Ұлыма бірдеңе қажет болып жатса, мені қайдан табатыныңды білесің деп, қош айтысып кете барды. Мен сол жерде оның артынан қарап, состиып тұрдым да қалдым. Сонымен Серік жергілікті жердің сұлу да бір білімді қызына үйленді. Сол күні қалыңдығын алып келуге барғалы жатыр екен. Сөйтіп 2 күннен кейін орталықтағы тойханада дүркіретіп тұрып той жасады. Ер адам солай екен ғой. Қатын жолда, бала белде дегендей, менімен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай-ақ үйленіп алды. Ал мен болсам, бейкүнә баламның обалына қалып, оны әке мейірімінен ада қылдым. Онымен қоса ажырасқан келіншек деген атаққа ие болдым. Осының барлығы маған өте ауыр тиді. Жүйкем сыр беріп, күйеуім үйленгенде басымды көтере алмай ауырып қалдым. Осы кезде анам түк болмағандай болып маған қарап, тағдыр ғой Жансая, пешенеңе жазған осы шығар, уф деп мені жұбатпақ болғанды қатты ызам келіп, барлығына сіздер кінәлісіздер. Ұлым екеумізді бақсыздыққа душар еткіздіңіздер. Жап-жақсы отбасымнан, сүйген жолдасымнан айырдыңыздар. Сіздің жалған намысыңыз бен піскен көкірегіңіз кімге керек еді деп өз-өзімді ұстай алмай, анам мен әпкеме қатты айтып тастадым. Сөйтіп едім, анам үндемей қалды. Ал әпкем болса, неменеге сонша долданасың? Өзің емес пе балаңды алып жетіп келген? Немене, сол Серіктен басқа жігіт құрып қалыпты ма? Жап-жас әдемісің. Не болды сонша күйзеліп? Саған да біреу табылар. Болды енді, өзіңе кел. Есіңді жи. Апама неменеге бағжаңдайсың? Балаңа қарап өсіріп отыр. Есіңді жиып жұмысыңды істе, деп алдымен өзімді кінәлап шықты. Содан әпкеме дауа жоқ екенін түсініп, көз жасымды сығып алып, орнымнан тұрып, жүгіріп ойнап жүрген ұлымның бетінен сүйдім де базарға саудама кеттім. Жол бойы өз-өзіме келе алмай, бүкіл жер дүниеге сыймай, қатты жүрегім ауырды. Мен отырған таксидің жүргізушісі, жас жігіт, айнадан маған қайта-қайта қарап, қарындас, бір жеріңіз ауырып тұр ма? Сізде барлығы жақсы ма? Деп сұрап еді, өз-өзімді ұстай алмай, еңкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, ол сасқалақтап қалды. Сөйтті де жол жиегіне тоқтап, қарындас жыламаңыз, не болды сізге? Ауырып отырсыз ба? Әлде бір жақыныңыздан айырылып қалдыңыз ба деп, бөтелкедегі суын ұсынып, шырпыр болып кетті. Мен өксігімді баса алмай, судан аздап ұрттадым да, иә, ең жақын адамымнан айырылып қалдым, деп едім. Шопыр жігіт, иманды болсын, сабыр сақтаңыз деп жатыр. Өзі бір көңілі жұмсақ, жанашыр адам екен. Содан есімді жиып, әлгі жігітке рахметімді айттым. Ол болса телефон номерін беріп, бір көмек қажет болса хабарласыңыз деп, есімін айтып танысып қалдық. Сөйтіп мені базарға дейін апарып салды. Жол ақымды да алмай қойды. Содан кейін көңілім аздап орнына түскендей болды. Өмір өз ағымымен өтіп жатты. Жанымдағы Серіктің ауылының келіншектерінен ол жайлы жаңалықтарды естіп отыратын болдым. Серік үйленгеннен кейін көп ұзамай ұлды болыпты. Содан әлгі даулы болған жерге
үлкен үй салып, әйелі екеуі сонда еншілерін алып бөлек шығыпты. Мұны естігенде және көңілім бұзылды. Серікпен ажыраспағанында сол үйге мен көшіп барар едім. Мүмкін және балалы болар ма едік. Енді менің орнымда әлгі сұлу да білімді әйелі Серігімнің жанында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Енді ол меніңкі емес. Ана әйелін құшақтап ұйықтайды. Соны сүйіп аймалайды деген ойлардан көкірегімді қызғаныш кернеп, өкініштен өзегім өртенді. Сол күні мазам қашып, өз орнымда байыз тауып отыра алмадым. Содан жаңадан танысқан азаматқа хабарластым. Сөйтіп, мені келіп алып кетші. Бір жерге барып отырып әңгімелесейікші деп едім, ол келісе кетті. Бір сағаттан соң келемін деген соң, көкөністерімді жинап, қоймаға тапсырдым да, азаматты күтуге такси тұрағына автобекетке қарай келдім. Азаматпен телефон арқылы тек дос ретінде сөйлесіп тұратынбыз. Ақ көңіл, жақсы жігіт еді. Тауар әкелетін кезде де көлігімен келіп, көмектесіп тұратын. Сөйтіп, бір шетте азаматты күтіп тұрғанымда, Серіктің ауылдағы сыныптасын көріп қалдым. Тура алдыма келіп көлігімен тоқтады. Сөйтіп мені көріп қалды да, ыржыңдап келіп амандасып, «Өй Жансая, қалайсың? Секоның ұлы қалай, өсіп жатыр ма? Қайда тұрып жатырсың? Секо екеуің ажырасып кеткендерің өте өкінішті», деп сұрағы мен әңгімесі аралас тоқтамай сөйлеп кетті. Мен барлығы жақсы деп, онымен көп сөйлескім келмеді. Кетіп қалайын десем ыңғайсыздандым. Ол болса тоқтамай әңгімесін айтып жатыр. Содан бір кезде кел бір суретке түсіп алайық. Селфи деп телефонын шырт еткізіп мен суретке түсіріп үлгерді. Өзі бұрыннан осындай сөйлеп қалған жігіт еді. Осылай тұрғанымызда жанымызға азамат келіп тоқтады. Оның келіп қалғанына қуанып кеттім. Сөйттім де Серіктің досына жылдам, сау бол деп, азаматтың көлігіне отырып кетіп қалдық. Ал Серіктің досы аузы ашылып қарап қала берді. Азаматпен ауылдың сырт жағындағы дәмхананың жазғы алаңына барып отырдық. Мен оған іштегі бар сырымды, өткен өмірім жайлы айтып бердім. Ол болса, жап-жас болып осыншама нәрсені бастан өткіздің бе? Ұлың бар екеніне де сене алмаймын. Ажырасқан келіншекке де ұқсамайсың деп таң қалды. Азамат та осы елге біраздан бұрынырақ келіп жайғасып қалған оралман екен. Отбасында жалғыз анасы мен тұрмыстағы қарындасы ғана бар екен. Әкесі осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болыпты. Сөйтіп екеуміз біраз отырып, жақсы әңгімелесіп қайттық. Азаматпен әңгімелесіп ішімдегіні шығарып жақсы болып қалдым. Уақыт өте ол екеуміз жақын дос болып кеттік. Осылай жүргенімде базардағы Серіктің ауылының бір келіншегі сырғалым, «Жансая, мен саған бірдеңе айтайын ба, бірақ маған ренжіп жүрме» деген соң жанына барып, «Не ол, не жайлы айтайын деп едім? Сен анау Айтжанды білесің ғой, Серіктің сыныптасы. Сол кеше менің күйеуім және Серік жандарында тағы ауылдың 1-2 жігіттері бар, Гүлайдың дүкенінің алдында сыра ішкен екен. Сол жерде әлгі Айтжан сен туралы бір әңгіме айтыпты. Серікке сені базар жақта бір жігітпен көлікте құшақтасып отыр. Бұрынғы әйелің жүріс жүретін келіншекке айналып кетіпті дегендей. Содан Серік ашуланып, Айтжанмен екеуі ерегесіп, соңы төбелеске дейін барыпты. Сонда Айтжан Серікке, бұрынғы қатыныңды қызғанып тұрсың ба десе, Серік, ол менің баламның анасы. Ол ондай адам емес. Оған тіл тигізбе деп сені жақтап сөйлеген екен. Сөйтсе Айжан, сенбейсің бе? Мә қара, өткенде ғана менімен қылмыңдап суретке түскен деп, екеуіңнің түскен суретіңді көрсетіпті. Содан Серік, баламды қолыма аламын деп, қатты ашуланып кетіп қалыпты. Так что байқап жүр Жансая дегенде көз алдым тұманданып, аяқ қолым қалтырап кетті. Елдің өсегіне қалып, баламнан айырылып қаламын ба деп, қатты қорқып кеттім. Сөйтіп жанашыр болып жүрген азаматқа звондап, көзіме жас алып әлгі әңгімені айтып едім. Ол ешкімнен, ештемеден қорықпа. Кешке келіп алып кетемін, сол кезде сөйлесеміз деді. Содан сол күні кешке дейін не сатып, не қойғанымды білмедім. Басым ауырып, бойымдағы қорқынышты сезімнен арыла алмадым. Осылай жүріп кеште болды. Базарда тарқай бастағанда азамат келіп мені алып кетті. Сөйтіп екеуміз ауылдың шет жағына шығып, көлікте отырып әңгімелестік. Сол жерде азамат мені біраздан бері ұнатып жүргенін айтып, үйленуге ұсыныс жасады. Қапелімде мен оның мұнысына сасып қалып не деп жауап берерімді білмей қалдым. Кейін ғана өзімнің тұрмыста болғаныма, баламның барына, анасы қалай қарайтынын сұрап едім. Ол, Жансая, мен де бір рет үйленіп ажырасқанмын. Оны менен жасырғанын айтты. Бірінші әйелімен 6 ай ғана бірге тұрған екен.
Ажырасуға себеп болған анасының дерті екен. Анасының денсаулығы жоқ көрінеді, ауытқуы бар екен. Осы себепті әйелі ауру анаңа қарай алмаймын деп кетіп қалыпты. Содан сені ұнатамын, адал, жақсы келіншексің. Маған тұрмысқа шықсаң, балаңды ешкім сенен тартып ала алмайды. Өсек аяңда тыйылады. Толыққанды отбасы болайық. Ұлыңа жақсы қарауға уәде беремін деген соң, өзім үшін, балам үшін де тұрмыс құрғаным дұрыс болар деп ойланбастан келістім. Сөйтіп арада 2-7 уақыт өткен соң, некемізді қидырып, Азамат екеуміз 2 жарты бір бүтін болып, бір-бірімізге сүйеу болып, өзара келісіп отбасын құрдық. Менің бұл шешіміме ешкім араласпады. Анамдар да қарсы болмады. Сөйтіп Азаматтың үйіне баламмен көшіп бардым. Үйлері аса үлкен емес, ауласы мен бақшасы бар, шағын ғана жер екен. Анасы шынымен жыл мезгілдерінде денсаулығы болмай, ауытқуы ұстап, маңқиып ауырып қалады екен. Ондай кездері қарап жүрмесең, түндерде тұрып, көше кезіп кететіні бар екен. Сонда да ол кісіні жас баладай күтіп, барынша қарап отыруға тырыстым. Алайда екінші рет тұрмыс құрып, керемет бақытты болып кеттім деп айта алмаймын. Өйткені Азаматтың менен жасырған тағы бір сыры бар екен. Ол ащы суға құмарлығы еді. Жиын тойда ішіп қояды екен де, содан 4-5 күнге ары кетсе 1-7 запойға кетеді екен. Мұндай кездері өз ісіне есеп бермей, арқасы бар адам секілді, көздері стеклянный болып, әкіреңдеп, әркіммен бір ерегісіп, ұрыс жанжал іздеп, агрессияға бой алдырып кетеді екен. Мұндай кездері балам одан қорқып, шырқырап жылап кететін. Нағашы атасын айтып, сонда кетейікші деп жалынып жылайтын. Мен болсам жанымды қоярға жер таппай баламды жұбатып, Азаматты әкеліп, алдап сулап жатқызуға тырысатынмын. Оны дұрыс білмей жатып, асығыс шешім қабылдаппын. Амал жоқ, екінші рет тұрмыс құрып отырған соң шыдауым қажет, оған бұлай ішкенін қойдыруым қажет деп күресе бастадым. Сау кезінде тым жақсы жігіт, ішіп алса адам танықсыз болып кететін еді. Осы кездері алғашқы некем, Серік пен ата-анасы есіме түсіп, бірінші бақ, екінші бақ, бетбақ деп босқа айтылмаған екен ғой деп, іштей қатты күйінетін едім. Балама да обал қылдым-ау деп жылап алатын болдым. Осылай жүргенімде аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма Азамат қатты қуанғанмен, өз басым аса қуана қоймадым. Өйткені күйеуіме сенбейтінмін. Балаларымның болашағына алаңдаулы едім. Дегенмен, ішке біткен шарананың еш жазығы жоқ еді. Сонымен көңілім түсіп, сүреңсіз, сұрықсыз күн кешіп жаттым. Сүймеген адамымен тұру өте қиын екен. Енем ауру, күйеуім 1 ай сау болса, 10 күн мас болады. Өзім аяғым ауыр, жеріктік кезеңінде едім. Осылай жүргенімізде бір күні Азамат және ішіп келіп маған тиісе бастады. Маған тигеніне өкініп жүрсің бе, әлде бұрынғы байыңды сағынып жүрсің бе, деп әрдемені бір айта бастады. Сөйтіп мен үндемей отыр едім. Жауап берсеңші деп бетімнен шапалақпен салып жіберді. Мен одан мұндайды күтпеген едім. Қанша ішсе де қол көтермейтін күйеуім осы жолы менің аяғымның ауыр екеніне де қарамай, ас үйде және қол көтермекші болғанында ұлым шырқырап, маған қарай жүгіріп келе жатыр еді. Азамат қолымен қағып жіберіп, мен ұстап үлгергенше, балам ас үйдегі столдың қырына басымен қатты соғылды. Содан сылқ етіп құлап, басынан аққан қан бетін жуып бара жатты. Мұны көріп жандарменім қалмады. Азамат та көзі бақырайып мәңкиіп қарап қалды. Баламды көтеріп алдым да, телефонымды алып, үйден жүгіріп шығып көршінің үйіне бардым. Сол үйдегі аға такси болып жұмыс істейтін. Жылап жүріп сол кісіге барып, дереу ауруханаға алып баруын өтіндім. Ол үйдегілер бір ауыз сөзге келмей, дарбазасын ашып, бізді көлікке отырғызып ауруханаға алып кетті. Жолай әкеме хабарласып, ауруханаға келулерін өтіндім. Ата-анам келіп, артынша полиция келіп менен түсініктеме алды. Мен болған жайды айтып бердім. Осы арайда Азаматтың үстінен арыз жазасыз ба деп еді. Іштегі сәбиімнің әкесін қалай ғана қаматып қоямын. Құдайға шүкір ұлым аман, орта деңгейдегі жарақат алған еді. Сөйтіп күйеуіме шағымданбадым. Ауруханада балама ем алып біраз уақыт жаттық. Арада біраз уақыт өткеннен кейін артымыздан Азамат келіп кешірім сұрады. Алайда мен оны кешірмедім. Одан кетуге бел будым. Осы орайда анам, немеремді өлтіре жаздадың. Кешірім алғың келсе, астындағы көлік пен үстіне ақша қосып бересің. Болмаса соттатамын деп, оның көлігі мен үйіндегі бір сауын сиырын сатқызып алды. Мен қажеті жоқ деп едім, анам,
ана байыңнан да ештеңе алмай бір баламен кеттің. Мына байыңнан да солай кетесің ба? Енді бір емес екі балаң болады. Мұның барлығы сендердің қамдарың үшін. Бір жер алып үй болайық деген соң, олармен бірге тұратын болған соң келістім. Сөйтіп екінші рет ажырасып кеттім. Азаматқа енді мені де баланы да іздеуші болма дедім. Ауруханадан шығып, қайта ата-анамның қолына келдік. Басыма қонған бағымды бағалай алмай, кезінде бір сәттік ашу ызаға беріліп, істеген ісімнің соңы осылай болды. Енді өкінгенмен не шара? Балаларым үшін өмірмен күресіп, оларды аяққа тұрғызуым қажет деп, есімді жиып қалпыма келе бастадым. Арада біраз уақыт өткен соң қыз бала босанып алдым. Ал анам ақшаның басын құрап, тұрып жатқан аулымыздың шетінен жер алдық. Сөйтіп нағашыларымыздың көмегімен 4 бөлмелі үлкен үй тұрғызып алдық. Азамат сол кеткеннен мені мазалап қайта келмеді. Ал Серік ауылдағы үйін сатып қаладан үй алып көшіп кетіпті. Кетерден алдын базарға келіп екеуміз отырып сөйлестік. Сол жерде мына 7 сотық жер ұлыма деп өз атына рәсімделген құжатты көрсетті. Мына жерді ұлыма алып қойдым. Ер жеткен соң өз атына рәсімдеп қолына беремін. Ал қазірше менде болады. Мұнан ата-анам мен әйелімнің де хабары бар деді. Сөйтті де ай сайын ұлымның қажетіне белгілі бір мөлшерде ақша аударып отырамын. Ел қатарлы балабақшаға бер, киіндір. Әкесі жоқ бала секілді жүрмесін. Ештеңеден таршылық көрмейді. Тек әкең тастап кеткен деп мені жамандамаңдар. Есі кіргенде мені іздеп келсе қуана қарсы аламыз дегенінде еріксіз көзіме жас келді. Ішімнен Серікті бағалай алмағаныма қатты өкіндім. Серік сол сөзінде тұрып, балама қаржылай көмектесіп тұрды. Қазіргі таңда ата-анаммен бірге тұрып жатырмыз. Ұлым биыл 16-ға толады. Есі кіріп ер жетіп қалды. Оған Серікке уәде бергеніндей, әкесі жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емеспін. Ұлым өте ақылды, сабақты да жақсы оқиды. Кішкентайынан атасына жақын болып өскендіктен әкесін көп сұрап іздеген емес еді. Атамның баласымын дейтін. Тек өткенде ғана әкемді көрсем деп бір сөзінде айтып қалды. Ол жағының қалай боларын әзірше білмеймін. Серікке де бұл жайлы әлі ештеңе айтпадым. Ал Серіктің бүгінде 3 баласы бар. Қалада тұрады. Жақсы қызметте істейді. Ата-енем де қалаға көшіп кеткен. Ауыл жаққа өте сирек келеді екен. Қызым болса ол да өсіп қалды. Бұл қызымды да туып алғаныма Құдайға шүкір деймін. Ұлым мен екеуі бір-біріне жанашыр, Серік болып жүр. Ал әпкем болса екінші рет тұрмыс құрып кетті. Көрші ауылда тұрады. Сіңілім де тұрмысқа шықты. Ал мен осы қара шаңырақта ата-анаммен қалдым. Сол баяғы базарда саудадамын. Қазіргі жағдайымыз жаман емес. Тұрмыс құрмадым. Қалған өмірімді балаларыма арнағым келеді. Тек іште Серікке деген қимастық сезімі мен орны толмас өкініш қалды. Басыма қонған бақты бағалай алмай ұшырып алдым. Тәңірім адамға 3 рет қана бақ береді екен ғой. Соны ұстап қалсаң, бағыңның жанғаны. Ал егер ұстап қала алмасаң, бақытсыз болғаның екен. Осы себепті бақытты да адал жолмен іздеп, басыңа қонып жатса, бағалай білу қажет екен. Менің өмірім жайлы бұл әңгіме былтыр шыққан болатын. Сол кездері қатты күйзелісте жүріп, жазушы ханымға шығып, өзегімді өртеген өкінішпен бөліскім келіп, өз өмірімнен сыр шерткен болатынмын. Жаныма қатты батқаны, әркімнің сөзіне еріп, жастықпен ойланбай әрекет етіп, қателесіп, сүйген жолдасымнан айырылып, отбасымды сақтай алмағаным. Сол кездегі уақытша келеңсіздіктерді ақылмен, сабырмен шеше алмағаным. Ақыл айтар жақсы жанның болмағаны. Өткен істеріме деген өкініш. Анамды да кінәлай алмаймын. Екінші рет тұрмысқа шыққанында бірінші бақ, екінші бақ бетбақ деген сөздің қадірін ұқтым. Екінші рет ажырасқаннан кейін ажырасқан әйелге деген елдің, ер адамдардың көзқарасын сезіндім. Осы кездері іштей қатты күйзелдім. Тіпті өз-өзіме қол жұмсағым да келді. Мені күйзелістен алып шыққан 2 перзентім. Соларға керек екенімді түсініп, тіршілігімді жасауға 2 баламның маған мөлтілдеп қарағандары себеп болды. Іштей әлі жаспын, білім аламын, жұмыс істеймін деп бекіндім. Сауда жасап жүріп білім алдым. Қолыма мамандық алдым. Сол мамандығым бойынша жұмысқа орналасып, қосымша табыста тауып, ұлым мен қызымды жақсы оқытуға тырыстым. Бірте-бірте діттеген мақсаттарыма жете бастадым. Шынымды айтсам, іштей ұлымды әкесі алып қояды ма деген қорқынышта болды.
Оны ешқандай әлеуметтік желілерге салмай, жанымнан шығармай ұстадым. Онымен қоса анамның да ықпалымен ұлым әкесін іздеп көремін деп айтпады. Кейін уақыт өте қорқынышым сейіліп, ұлым есейіп, қызым ес білгенде жиналған қаражатыма балаларымды шет елге шығарып, керемет демалыс сыйладым. Оларға бар жақсыны беріп, бар жақсыны көрсетуге тырысып жүрмін. Менің қателіктерім үшін олар жауап беруге тиісті емес. Ұлымды әкесінен айырғаным үшін өзімді жегідей жейтінмін. Дегенмен осындағылардың оралман, қалпақ, келімсек деген сөздері қатты намысыма тиетін. Біздің олардан еш жеріміз кем емес. Біз де қазақпыз. Өз елімізде, өз жерімізде емін-еркін тұруға құқымыз бар деп, ажырасқан әйел де еркексіз балаларын жеткізіп, жақсы өмір сыйлай алады деп, осыны барлығына дәлелдеуге тырыстым. Дәлелдедім де. Енді ешкімнің алдында жүзім төмен емес. Ұлым ер жетіп қалды. Алла қаласа, мектеп бітіріп жоғары оқу орнына түседі. Мектепте спорттық үйірмелерге қатысып, жүлделер алып, өз бетінше ізденіп, қазіргі таңда тойларда фотограф, мобилограф болып, табыс тауып, бір жағыма шығысып жүр. Менің арқа сүйер азаматым болып қалды десем де болады. Тек әкесімен алғашқы кездесулері сәтсіз аяқталды. Ұлым әлі жас емес пе? Ашу мен эмоцияға беріліп, әкесіне қатты сөйлеп, ауыр сөздер айтқанға ұқсайды. Оны да түсінуге болады. Ұлым қандай шешім қабылдаса да, оған қарсы болмаймын. Алда ақыл кіріп ойланар. Оған әлі уақыт керек. Қазіргі таңда өз үйіміз бар. Сол баяғыдай ата-анаммен бірге тұрып жатырмын. Тұрмыс құру ойымда да жоқ. Жазира ханымның әңгімелерін үзбей оқитын тұрақты оқырманының бірімін. Жолдасым мен оның алғашқы қалыңдығы Саяның да әңгімесін оқыдым. Оқи отырып өткеніме барып келгендей болдым. Көзіме еріксіз жас келді. Көп нәрсені түсіндім. Жүгіргенге емес бұйырғанға дегенде, осы оқиғада алғашқы күйеуім ғана бақытты екен. Барлығын әлеуметтік желі арқылы көріп отырамын. Өмірлерінен хабарым бар. Өткенімді жүрегімнен босаттым. Ешкімге жамандық тілемеймін. Барлығы бақытты болуға лайықты. Осы әңгімелерді оқырманның жүрегіне жеткізіп жаза білген, әңгіме кейіпкерлеріне әрқашан қолдау білдіріп отыратын жазушы ханымға алғысым шексіз. Жазушының өзі қандай болса, оқырмандары да сондай екеніне ризамын. Ең алғаш менің өмірім жайлы әңгіме шыққанда, көпшілік қауым өз ойларыңыз бен пікірлеріңіз арқылы маған үлкен қолдау көрсеттіңіздер. Сол үшін де үлкен рахмет айтқым келеді. Аман жүріңіздер. Әңгіменің соңы. Жансаяға алдағы өмірінде екі перзентінің қызығын көріп, бақытқа кенелсе екен деймін. Оқырманның сұрауы бойынша Жансаямен хабарласып, қазіргі таңдағы өмірі жайлы сөйлескен болатынбыз. Жақсы жаңалықтарын естіп қуанып қалдым. Әңгімелерімнің барлық кейіпкерлеріне тек жақсылық тілеймін. Әңгімені жазып және дыбыстап оқыған Жазира Тулешова. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, өз ойларыңызды білдіре отырсаңыздар екен. Амандықта болайық.